Ажыбаев Абдулмежит Юмакайұлы bizim редакциямыздың, бұл газеттің Қызыл Байрақтың бірінші редакторы болды, бас редакторы болған бірінші. Bizim газетамызда ішлеп кеткен Бади Авланович Аджигелдиев айтқым келеді, өктемсейміз bizim газетімізде міне деген шынты шайырымыз Гамзат Аджигелдиев ішлеп кеткен. Мұнда ішлеп кеткен Мурат Авезов, Сейдахмет Капуштаевич Рахмедов, Юмартов, Юмакаев, көп белгілі адамдар ішлеген bizim газетамызда. Мен келектен алдын мұнда көп жылдар ішлетаған еді шайыр Магомед Янмырзаевич Кажаев. Тек түнеуін оға 79 яс толмаға керек еді. Түнеуін редакциямызда дуаша етіп, оны ескеріліп алдық. Сол bizim бар редакторларды, бас редакторларда бәрі күшін салғандар. Şu bizim Ноғай газетімізді сақлайық деп. Сақлайық оның газеттің тазалығын, сақлайық Ноғай тілдің газеттің ішінде тазалығын деп. Көп орыс сөздер қоспай, өзіміздің сөзімізбен шығайық деп, көп күшілерін салғандар. Біз де солардың жоғын алып келе жатырмыз, ем шалысамыз. Газетамыз әрбір номерлері шыққан сайын сылу болсын, ем ішінде жазулары мәнәлі болсын деп. Екі bizim корреспондентlerimiz ішлейді. Бірісі Нурият Кажаева, Магомед қызы, ем bizim Гүлмира Нурдинова, Төлеген қызы. Олар Ноғайша да yazadылар, орысша да yazadылар. Бүйірді бізде Бекмұрзаева Лиза Сейдахмет қызы ішлейді. Бұл бізде газетті жияды. Газетті жиып, бетлер әзірліп, газетіміздің көркін жеріне салады. Аблезова Саладин қызы ішлейді. Ол бізде үйретеді, bizim журналларымызды келген бізге қағытларды, ем Ноғай статьяларды сайтымызға салады. Bizim еңді еслі, емді белгілі ұлықшымыз, газеттің яваплы секретары Любовь Ибрагим қызы Оразаева. Ол 40 жыл ішлейді bizim газетімізді. Құлығы да бек ауыр болса да бүгінгі деймді ішлеп тұры. Ем үстінліктері, bizim газетіміздің үстінліктері bizim Ибрагимнадан да көп зависит етеді. Неге десе, газетті өз-өзінен болып болмайды. Біз газет деген ол бір механический бір заттай, бір винтигі болмаса, ол шықпай қалады газет, болмай қалады. Ол основной ашқышы. Bizim машинамыздың ашқышы основной. Осы біздің яратушылық коллектив мен етекшілік астында құлық етеді. И олар асту, оның сырасында бас редактор айтқалай шайырлар да бар, атқазынған журналистлер да бар. Сөйтіп, біздің газетті өткен жыл 90 жылдығын белгіледен соның 40 жылын мен ана тіліміз арманды сақланып өрленсін үшін өз қосымды етемін деп ойлаймын. Bizim шайыр өзі Дағыстан атқазанған маданият құлықшысы Гүлфира Бекмұратова. Bizim өктемсеймен Гүлфира Бекмұратова бізде ішлеген сақында. Мен ойлаймын, Гүлфира өзі де бір-екі сөз айтар деп, bizim газетіміз сақында деп. Мен Шөл Тауысы Республикалық газетасының редакциясына 2001 жыл келген. Соға себеплік bizim насихатшымыз алдыңғы редакцияның бас редакторы Магомед Кажаев себеплік етті. Ол, мен ойлаймын, мен яратушылық жолымды да біліп, сондай мұнда ішлемeye мен шақырды істемeye. Оны алдым мен балалар бағында мектепте ішлеген мен соңында мұнда келдім ішлемeye. Сол жыллардың ішінде мен ойлаймын,
bu редакцияда мен этпеген кулдук калмагандыр деп. Ну, заманга көрө хабаршы болмады түстү, Версткада да иштедим мен. Көшүрүүчү болуп да иштедим. 10 жылдын узагында отдел заводилында болуп иштедим. Алгы заманда мен корреспондент болуп иштедим. Мен өзүм бир шөлмеде аталган ятлауымды окумак сүйөмүн. Табияттын кесирине түсөмүн. Бийикликке ымтылады жүрөгүм. Шөлүм, сени кайтып кушлу сүйөмүн. Сен яшабым, табесилмес насибим. Шөлүм, сени мен арымай кеземен. Эм тыңлайман буйратлардын хабарын. Йырларымның арасында излеймен. Эң биринчи сүйүмүмнүн токпагын. Тагы жоллар акетеди алыска. Мен узакта сагыныштан күйөмүн. Жүрөгүммен дайым сенин касыңда. Шөлүм, сени кайтып кушлу сүйөмүн. Магомед Алиханов Юнусулу көп жылдар иштейди. Жаңларда Магомед Алидин кагытларын азырлеген едик. Почетный грамота Российский Федерациядан алмага деп, неге десе, бул казанган куллугуман исимен казанган сол кагытты. О zaman карайм, 39 жыл иштей жатыр. Әлде иштейек. 32 жыл. Әлде иштейек. Bizim редакциямызда өзі шайыр, өзі Дагыстан атказанган маданият кулукчусу. Көп кулук этеди. Көптенде көп кулук этеди. Бул өзі редактор отдела политики, сельского хозяйства. Када не беретсиңдер? Экономики, строительства, промышленности. Бул барыты мун моюнда. Мен редакция келген апрель айынын 6-сында 90 жылда. Сол жылдан алып туруп, бүгүнгө дейин 32 жыл болду. Булга театрганын бир коллективде ого дейин башка жерлерде кулук эткем. Армияда да болгон. Шу мында кулук театр окуумду тогутардым. Карачаевскте o zaman Пединститут эди. Филологический факультет. Али Педуниверситет болгон, андан соң. Басында мен мында кабарчы болуп иштедим, корреспондент эди. Кабарчы болуп иштеп, анан соң кулук этип, 2 жылдан соң мени назат этти. O zaman da заводдел деп айтылат, бөлүк жетекчиси. Али бөлүк редактор. Дұрысын айтқанда, мен хабарлар, күлкілі хабарлар жазбасам, телефонға нелер, мен бір жылдарда бізде культура бөлігінде, маданият бөлігінде районымыздың. Ол 88 жылдан 90 жылға дейін. Сол заманlarda мені Яхия Құдайбердиев, біздің белгілі композиторымыз, Россия Федерациясына атқазанған маданият кулукчусу Яхия Құдайбердиев мені алған еді, анда как артист разговорного жанра. Онан соң сол артист разговорного жанра болған заманда бұлар концерт көрсетеді, айланай қатынасады. Жырлаушылар нелер. Мен өзім сондай хабарларым менен сөйтіп кеттім. Халықты отырып тыңлап, күліп тыңлап, зайыптанып сол хабарларға. Сондан тұра мында да мен келген заманда сол фельетон зат жазып, халық менің затымды оқып, айта таныды, сен затымды оқыдық, аны міне емшіліктің ақында жазыпсың, бар ондай заттар бізде, проблема olan нелер, мәселелер. Bizim Шөл тауысы газетамыз 1931 жыл бірінші кері шыққан. Оны Өрмет Дагестанның президиумы шығарған, ноғай тілінде газет шықсын деп. Ал о zaman ол Қызыл байрақ деп айтылатаған еді. Қызыл байрақ красное знамя, орысша көшірген заманда. Онан соң ол шөлік маяғы да болды.
Әлі біздің газетіміз Шөл тауысы деп аталады. Біз 1991 жылға дейін район газет едік. Ондан соң біз әлі республикалық газет деп саналамыз. Bizim газет 8 бет болып шығады. Газетімізде біз yazамыз. Ноғай районының адамдар хақында, Ноғай районында болған затлар, новостар хақында, Кизляр район, Тарымов район, Бабайырт район, поселок Лапсулак. Ondan соң bizim bir бетіміз бар, регионы деп, онда біз береміз. Bizim Москвада ноғайларымыз қайда үстінліктерге келгендер. Біз Астрахан ноғайларымыз бар, өзіміздің көпіріміз бар, сол көпірден біз олардың хақында yazамыз. Қарашай Шеркеште яшаған Қобан ноғайларымыздың хақында, түрік халықта яшаған түрік ноғайлар хақында. Дүнияда қайсы жерде біздің ноғайларымыз яшаса да, біз оларды табамыз да, солардың хақында yazамыз. Bizim ноғайымызда көп белгілі адамдар бар. Көп өзінің өнерін, өзінің үстінліктерін Россия халқымыз неге яшасын, басқа елдерде болған адамдар өз елдеріне әрі болып яшасын деп, өзінің жан беріп ішлеген адамдар көп. Аллаға шүкір, Алла көрмесін, біз солардың хақында да yazамыз. Айтқым келеді, озған жыл үкімет біздің редакциямызға капремонт етті. Капремонт етіп, біздің редакциямызға тақтай-тықтай етіп, жаңадан салғандай болып қалды. Әлі біз соның ішінде ішлейміз. Бізге үкімет мүлікті берді, үкімет бізге жаңа компьютерлерді берді. Аз барыңыз игі болсын деп, аз барымызға да тас төсемеге де ақша беріп, соны біз бәрінде еттік. Ендігі біз сондай бір ұспайы әрі жерді ішлеп тұрамыз күнде де. Газетіміз біздің 20-да бір керен шығады. Маданият үйі ашылып, қайырлы болсын мекеніңізге деп айтамыз Күнбаташ ауылының яшаушыларына. Соны біз бірінші бетімізге салдық. Ашып қараған заманда, міне, bizim özümüz көріп тұрсыз, жасылар. Бұл полиция күніне шыққан зат. Жасылар, мерді Күнбатар ауылымыздың адамдары. Міне мерді bizim балаларымыз посылкалар солдаттарға жібере жатыр дауға. Соны шығардық. Аяулы Ноғай халқым. Ноғай газетіміз Шөл тауысы тағы да сізге үлкен салады. Газетте жазылмағады. Театрған елмен болады бізде бар затта. Елмен дүнияда құрылады, елмен барытта болады. Міне газетімізде елмен болып келеді. Ел yazылады, 2500 экземпляр шығады. Міне соғыттан адамдар болсын, Оренбой, Норильск, Устинск яшайды біздің депутаттар. Олар өзінің ата-аналарын подписать ету үшін қалай етпе олар? Олар почтадан интернет почта бар ма? Сізге мұнда звонить етіп тұрып, ақшады перевод етпе бола ма? Егердің ауылlarda ата-аналары яшайтаған болса, олар бізден етпеге болады. Почтадан 326 минут деп айттым мен. Бізге сол ақшады олар жіберселер, ата-анасының адресін жіберсе, біз оларды біздің почтадан барып yazамыз. Олар сол ақша ауылына кетеді, почтальонға кетеді, ауылына квитанциясы кетеді. Міне адам жазылғандар. Мен сөйтіп өзім анамды yazамын ауылда. Ауылдың поштасына Құмыл ауылға өзім yazамын. Неге десе, мұндан қиын болады газетімді еткірме. Өзім Мағаш қалада яшайтаған заманда сөйтіп yazатаған едім анамды. Мен әлі шушы дүния түрленіп тұрған заманда мен yorağım келеді. Қайсы жерде яшаса да Ноғай елімге ұсақлықты, шыдамлықты. Балаларымыз аман болсын. Әскерге кеткен балаларымыз аман десен барып сау қайтсын. Қауғаға кеткен балаларымыз аман десен барып сау қайтсын. Дуалар етейік. Алламызбен күнде де сөйлеп, Алламызды ескеріп, Алламыздан тілек салып тұрайық. Бар дүниямыз, бар балаларымыз сау болсын. Неге десе,
Bizim Ноғай халық біріншілей сырт Кавказға бұсырман дінлікті әкелген. Сол дінліктен шықпайық. Дуаларымыздың арқасы мұнан тілеп тұрайық, дүниямыз түзілсін деп. Бәріңізге де денсаулық, бәріңізге де ұзақ өмір. Азбарларыңызға нәсіп, ошақларыңызда берекет, бірде берекетсіз ошақларыңыз қалмасын. Сарайларыңыз, отауларыңыз малсыз босап қалмасын. Нәсіплі болып яшасын Ноғай халқым.